Баршаңызға сәлем достар, Асәлем арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видео рецептімізді осындай өте дәмді әрі оңай дайындалатын рулет түрін әзірледім. Видеоны аяғына дейін көріңіздер. Ең алдымен біз сырды үккіштен өткізіп аламыз және жұмыртқамызды қосамыз. Барлық құрамын мен описанияға астына жазып өтемін. Және қара бұрыш қосамыз. Майонез қосамыз. Жақсылап араластырып, қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер, өте жеңіл дайындалады, шықпай қалады деп қорықпаңыздар. Осы дәл видеодағыдай жасасаңыздар, тура шығады. Жақсылап араластырып алдық. Енді біз пергамент қағазы төселген противеньімізді аламыз. Яғни 30-30 сантиметр қылып құйып өлшеп алсаңыздар болады. Мысалы, менің пергамент қағазым одан үлкен. Барлығын біркелкі етіп, тегістеп, осылай жайып шығамыз. Және қызып тұрған пешке 180 градус 15 минут қана ұстаймыз, қыздар. 15 минуттан артық ұстамаңыз, әйтпесе рулет қатайып кетеді, жаңағы оралмай қалады. Енді біз ішіне фаршын дайындап аламыз. Мен фаршқа чеснок және пиязымызды мясорубкадан өткізіп алдым. Тұз, қара бұрыш және бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Фаршта көп кетпейді, бірақ та сондай берекелі мол рулет шығады осы рецепттен. 15 минуттан кейін алып алдық духовкамыздан. Пергамент қағазынан оңай алынады, яғни қатты жабыспайды. Фаршымызды біркелкі етіп, тегістеп жайып шығамыз. Енді ақырындап осылай әдемілеп ораймыз. Орап болғаннан кейін бетіне фольгамен жабамыз. Фольгамен жан-жағын барлығын жауып, 50 минут пісіреміз, яғни ішіндегі фарш пісу керек. 170 градуста. Мінекей біздің рулетіміз дайын болды. Сондай арасында начинкасы сондай сулы, яғни дәмді. Өте керемет болды дәмі. Әрі мол шығады рулетіміз. Суытып барып кессеңіздер, жақсы оңай кесіледі. Рецепт ұнаса, қыздар осылай жасап көріңіздер. Өте дәмді рулет болды. Отбасыма қатты ұнады. Кешкі асқа, мысалы қасына гарнир, күріш немесе гречка пісіріп, осылай тағам дайындап берсеңіздер болады. Видеом ұнап жатса лайк басып және пікір қалдырып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Ақжарқын, сау болыңыздар.